Жоқ, бұлар төртеу ғой деймін да, бір диванға сыймайды, сосын осыға келіп жатады ғой жартысы. Иә, осындай созылатын күшті диван алған едік қой біз. Спальныйда бола береді, диванда бола береді. Осының үстіне жолдасым мен үлкен қызым жатады. Біз спальныйге жатамыз. Соның үстін тез-тез жинап алайын дедім. Негізі көрпе салмай да жата берсең болады, жұмсақ қой, бірақ көрпе салып жатқан одан да жұмсағырақ. Қайта көріскеніме қуаныштымын. Осы не әдет бұттарың арасына қысып жатасыңдар, бұрап тастадыңдар ғой. Мен жастықпын ғой, если что. Таң атқанша ара ойнаймыз, бері ойнаймыз, сөйтіп таң атады ғой. Мен нефтема неғып тұрып бетіне жабатынмын ғой, мен жерге түсіріп қоймайсыңдар ма? Сөйлей бермеңдерші, қалай жатсақ та өзіміз білеміз ғой дедім да. Бұл жаққа біз кішкентай қызыммен бірге жатамыз, сосын аунап кетпесін деп жан-жағын осылай қоршап қоямын ғой. Сосын екі жақтың да төсектерін жинап болған соң қыздарымды садикке дайындайын деп үлкен қызымның шашын өруге кірістім. Көбісі сұрайды менен қалай өресің деп. Негізі оп-оңай қой, қызымның шашы келте, сонда да барынша өріп жинап баруға тырысамын. Осылай аяқ киім кигізіп оларды дайындап қойдым. Әпше, киіміңізді ауыстырып қайда барайын деп жатсыз? Тірліктерімізбен шығып баратырық, не болды сонша? Мен бір шыққанда көре алмайды ғой бұлардың ешқайсысы, барлығына жан біткен сөйлейді. Айна, не болды, көре алмай жатсың ба? Бұл байқұстар шығып кетсін, қашан үйде отыра береді? Сосын үлкен қызымды садикке тастап кеттім. Қарашы, мен садикке тастап өз қыдыруға кетіп баратқан. Мені де алып кет, мама. Не қыласың сен, садикте отыра бер деп бұны садикке қалдырып кеттім.